қазақ ұлты мемлекет құруға өз қанымен және жанымен құн төлеген ұлт. Бүгін біздер 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылынан шыққан Тұрар Рысқұловтың ізбасар шәкірті Науатов Жүніс туралы әңгіме етеміз. Тоталитарлық жүйеде мемлекеттің бақылауында жеке адамдар да болды. Соның бірі Науатов Жүніс. Бүгінгі біздің материалда Науатов Жүніс НКВД архивінен құжаттама нөмірі 789. Науатов Жүніс өз заманында Тұрар Рысқұловтан баталған. Анығын айтар болсақ, Шерхан Мұртазаның шәкірті ретінде және де Шерхан Мұртазаға берілген аманат ретінде айта кететін болсам, 1915 жылы Кеңес ауылынан 4 арбаменен Тараз қаласындағы сол кездегі әулиеата деп аталды Атшабар базарына тауар апарады. Сол Атшабар базарына Кеңес ауылынан барған қазақтарды өзге ұлтының өкілі базарға кіруіне рұқсат бермей шеткері барып тұруды бұйырады. Сол кезде 11 жасар Науатов Жүніс базар комменен жағаласып, жердегі тасты алып, кіндігіден ұрып, қарсы доңайбат көрсеткен екен. Сонда сол жерде милиция да жиналып, ол баланы жазаламақшы болады. Осы ортада орысша жетік білетін қазақтың қара баласы ортаға түседі. Ол мұғалімдер семинариясына бара жатқан Тұрар Рысқұлов еді. Ол ортаға араша түсіп, ортада болған түсініспеушілікті шешіп, милицияларды тарқатады. Содан Науатов Жүніс жәніндегі Кеңес ауылынан барған ағайындар жиналып, қазақы тәртіппенен Тұрар Рысқұловқа қымыз ұсынады. Осы қымыз ұсынуда Тұрар Рысқұлов Науатов Жүніске өз ақылын айтып, өз ағалық ақылын айтады. Тұрар Рысқұлов қазақ халқына төніп келе жатқан ашаршылықты айтып, елге қызмет ету туралы насихат айтады. Науатов Жүніске мінезін түзеп, білім алып, елге қызмет етуге өзінің ағалық ақыл кеңесін айтып, қымызды ішіп, Ташкентке жол жүріп кетеді. Тұрар Рысқұловтың осы ұлт зиялысыменен болған кездесу өмірлік сабақ болды. Науатов Жүніс содан келгеннен кейін мінезді түзеп, өзін түзеп, елге қызмет етуді мақсат етті. Арада біраз жылдар өткеннен кейін 1915 жылы Меркіде болған ұлт азаттық көтеріліске Тұрар Рысқұлов келді дегенді естіп, Науатов Жүніс жаяу барып сәлем береді. Науатов Жүніс Меркіде болған ұлт азаттық көтеріліске 1916 жылы Тұрар Рысқұловпен бірге қатысады. Ортада уақыт өтіп 1918 жылы Тұрар Рысқұлов сол кездегі әулиеата уезінің атқару комитетіне орынбасарлық қызметке келеді. Сол кезде Науатов Жүніс Тұрар Рысқұловтың жанынан табылып, милиция отрядына алынады. Осы жерде бір Науатов Жүністің өміріндегі бір елеулі оқиға болады. Науатов Жүніс
1918 жылы Тұрар Рысқұловпен бірге аштықпен күреседі. Анығын айтқанда, халық арасында ауыз әдебиетте мынандай бір өлең бар. Сараң Сергейдің қолын аттырып, большевиктер қоймасын аштырып, 30 қазан бұламық Атшабарда астырып, аштарға ауқат бергізген, әлсізді бел көтерткен, жаныстан шыққан жүніс өттеген осындай ауыз әдебиетінде жүрген өлеңнің нақты дерегін мен айтатын болсам. Нақты дерек бізге архивтегі құжаттармен бірге ал қолымызға тиіп отыр. Науатов Жүніс Атшабарда және қазіргі Жамбыл ауданы Аса ауылының маңында бірнеше жерде Тұрар Рысқұловтың жетекшілігіменен қоғамдық тамақтану орындарын басқарады. Қоғамдық тамақтану орындарында Науатов Жүніс 20 мың адамға дейін күнделікті тамақ ұсынады. Үміті бар әлсіз адамдардың бел көтерсін деп 2 ағаш қасықтан 4 ағаш қасыққа дейін аузына бұламық бөкпен беріп, талай қазаққа араша түскен. Архивтегі құжаттарменен таныса отырып, сіздерге 1921 жылғы уақиғаны айтып берейін. 1921 жылы большевиктер сол көздегі Әулиеата маңындағы 5 жылдық Қостөбе, Еңбек, Күйбішев, Буырыл, сол сияқты көптеген ауылдардың малдарын жинатып, Буырыл тауының солтүстігінен үлкен қос құрғызады. Қосқа халықтың байлардан аламыз деген желеуіменен қара халықтың бар малын сыпырып, қызыл әскер, большевик, коммунистер арнайы орынға жинақтайды. Бұл Буырыл ауылында орналасқан қосын ұлт жанашыры Ораз Жандосов басқарған қосшы одағының атын жамылып, өзінше әрекет еткен. Қара халықты ашаршылықтан алып қалу мақсатында 1921 жылы Науатов Жүніс Тұрар Рысқұловтың арнайы тапсырмасыменен халықтан жиналған малды халыққа қайтаруға барады. Сол жерде Юра есімді қызыл әскер отряд басшысы халықтың малын қайтарудан бас тартады. Сол жерде Науатов Жүніс қамшыменен Юраны сабап, қорада тұрған 75 жылқыны, 361 қойды, 68 бас сиырды халыққа қайтаруға қатысады. Халықтың барлығы өзінің малын алып, өлкелеріне айдап кетеді. Арада уақыт өтті, бірақ 35 жылқының егесі табылмайды. Іздеу сұрау салған кезінде бұл 35 жылқы қырғыз жерінен әкелінгені анықталады. Қанішер, Қаныпезер, қызыл большевиктер қырғыз бауырларымыздың жеріне де барып, бір байманаттың 35 жылқысын айдағанда артынан қуалаған бір әулеттің 8 адамын атып өлтіріп, осы жылқыны алған екен. Осы жылқыны алуға жүрексінген қырғыз бауырлар және де сол көздегі мынау халықтың тұрмыс жағдайы жылқыны қайтаруға, егелеріне қайтаруға мүмкіндік болмайды. Осы жылқы, 35 жылқы 2 айдай
Науатов Жүністің қарамағында таластың бойында бағлады. 2 ай өткеннен кейін атқару комитетінің шешіміменен ортада 2 жылқы өледі. 33 бас жылқыны қазіргі Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылына 33 бас жылқыны Науатов Жүніс Кеңес ауылынан Аязбай ақсақал Кеңес ауылына айдап келеді. Осы жерде бір мәнді тапсырма болады. Сенбі жексенбі күндері Науатов Жүніс Кеңес ауылына келіп, ағартушылық жұмыспенен айналысқан. Халықтың ағартушылығымен айналыса отырып, Қызыл әскерге қарулы қарсы тұру үшін 100 жігіттен құралған отряд құруды мақсат етеді. Бағанаға әкелінген 33 бас жылқыны көбейте отырып, Қызыл әскердің озбырлығына қарсы тұратын 100 аттылы әскерді Кеңес ауылынан жасақтауды мақсат етеді. Мінекей. Алайда бұған мүмкіндік болмады. Кейіннен осы аралықта бұл басқа да мақсаттар болды. Бірақ осы әкелінген 33 бас жылқы қазіргі Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылының Кеңес дәуіріндегі бай атануына негіздеме болып, мыңдаған жылқы көбейіп, Екінші дүниежүзілік соғыс, Ұлы Отан соғысы деп атасақ та болады, соғысқа Кеңес ауылынан жылқылар аттанған. Сол Кеңес ауылының жылқыларын Науатов Жүніс әкелгендігі бүгінгі архивтегі құжаттарменен анықталып отыр. Архивтегі құжаттамаларға сүйене отырып, Науатов Жүністің өз жеке револьвері болғанын тарих ғылымдарының докторы Сейдахан Әлібек бізге құжаттамамен дәлелдеді. Науатов Жүніс өз кезінде, сол кездегі мирзаян, қазіргі Жамбыл облысындағы милицияны басқарған тұлға. Науатов Жүністі тергеген Галимов есімді тергеушінің жеке бас араздығы болған. Себебі ол, бағана мен ескертіп айтқандай, Бурыл маңында жиналған бай мен кедейлердің малын босатуда басына қамшы тиген Юраның туысы Галимов Науатов Жүністің атылуына бар күш-жігерін салып, бірнеше жалалы арыздар жазғызып, құжаттар жинаған. Науатов Жүніске тағылған айыптың бірі өзінің пистолеті, револьверін милицияға өткізбей кеткенін айып деп тапқан. Алайда түсініктемеде Науатов Жүніс архивтегі құжатта ол пистолеттің қожайыны өзі екенін дәлелдеп жазған. Және де өзі оны арнайы сатып алғанын алға тартқан. Сараң Сергейдің қолын атқан револьвер Науатов Жүністің жеке пистолеті болған. Кеңес ауылындағы Тауасар ақсақалдың әңгімесінде кезінде Тауасар ақсақал Науатов Жүністің ақпейіл адам болғандығы, кеңпейіл, өз заманында озық ойлы болғандығы, және де 1930 жылдары Кеңес ауылында болған аштық кезінде коммунистер көмек береміз деп Үштөбе, Қарағым, Құмбел, Кеңес ауылдарының халқына бидай береді. Алайда сол бидайды жеген қара халық аштық кезінде Кеңес ауылынан 9 азамат қаза болады.
Осыны естіген Науатов Жүніс Кеңес ауылына келіп, тексерту жүргізген, және де аштық кезде амалсыздан осы қолдағы бар бидайды суға салдырып, оны бірнеше рет шайдырып, кептіртіп, биенің сүтіменен қатар ішуге кеңес береді. Сол кездегі Кеңес ауылынан шыққан біраз азаматтар сол уланған бидайды жеп, биенің сүтіменен ішіп, аман есен қалған екен. Тарих бұрмалауды көтермейді. Науатов Жүніс туралы дерек жинауда, қолымдағы құжаттамада Жамбыл облысы прокурорының орынбасары Баймұханов ұлт жанашыры болған Науатов Жүністің қуғын сүргін құрбаны екенін растап, анықтама береді. Науатов Жүністің ұрпақтары бүгінгі күнде ізденіп, архивтегі құжаттарды тарих ғылымдарының докторы Сейдахан Әлібек ағамыз арқылы қолымызға тиіп отыр. Бағанаға айтып отырған қолымыздағы номері 789-шы НКВД-ның құжаты Сейдахан Әлібек ағамыздың арқасында қолымызға тиіп отыр. Енді архивтегі құжаттарға сүйенетін болсақ, архивтегі құжаттарда Науатов Жүністің ұлтшыл болғаны, қазақ ұлтын аса жақсы көргендігі, ашаршылық кезінде қазақ ұлтына араша түскендігі, оның қылмыстық кеңес үкіметін құлатуды туға қарекет қылғандығы, капитализмді аңсағандығын айыптап, атуға қарар қабылдаған. Олай болатын болса, біз Жамбыл облысы Байзақ ауданы Кеңес ауылынан шыққан азаматтар, ұлтымызды аса жақсы көрген, еңбек еткен, еңбегі елеусіз ұмытылған Науатов Жүністі еске алып, ұлықтауды мақсат еттік. Бар қазақ ұлтының мемлекет болып қалыптасуына қызмет еткен әрбір ерін ұлықтай білу керек. Ұлтшылдар болмай, мемлекет болмайды деген Өзбекәлі Жәнібек қателесті дей алмаймыз. Қазақ ұлтынан осы ашаршылық кезінде 4 миллионнан астам адам қаза болды. Отарлау кезінде ішкі Ресейден қазақ жеріне 430 мыңнан астам отбасы көшіп келіп, қазақты өз жерінде азшылыққа жоспарлы түрде ұшыратты. Қазақ ұлтының ашаршылық кезде 70% қырылып, 30% менен орнымызда қалып, бүгінгі күнде тәуелсіздік таңы менен мәңгілік ел болуды мақсат етіп отқан қазақ ұлтыма Алланың қолдауы менен рахметі болсын. Олай болса, сол кездегі әулиеата қазіргі Тараз қаласында орналасқан қуғын сүргін құрбандарын еске алу ескерткішіне бірге барайық. Тағзым етейік, құрметтейік, абадан ерлерімізді ұмытпайық.
Орынборда оқыған, оқалы киім киінген Науатов Жүніс ер еді. Әулиеатада билік жүргізген, аштықты көріп асықты, ұлтқа төнген нәубетті, бұйрықты бұзып білекпен большевикке Жүніс шүйлікті. Сараң Сергейдің қолын аттырып, большевиктер қоймасын аштырып, 30 қазан бұламық Атшабарда астырып, ашқандар аузына бұламық бөкпен құйғызған, әлсізге бел көтертіп, талға жаумен қарын тойғызған, жаныстан шыққан Жүніс еді. Науатов Жүніс қуғын сүргін құрбаны. Сіздерге көрсетілетіндей, осы бір 4 адам қол қойып, қарар қабылдаған. Науатов Жүністің ату туралы акты 1937 жыл. Қол қойғандар: Капустин, Сулимов, Мерин, Поповкин. Осы 4 азаматтың қиянаты менен ұлтшыл азаттық үшін күрескен Науатов Жүніс атуға кесілді. Қарабақыр көлі бар, көделідей жері бар, асылым жаныс тегі бар, балалық шағым есімде. Арманым еді азаттық, коммунистерге қарсымын, қазаққа айла ойлаған, Ленинді мен жек көрем. Арызды қазаққа үйреткен большевиктер ұлойы, бұзылма қазақ бұзылма, дүбәралыққа бұрылма, ататын жендет жылдамдат, мен қазақтың шақиты, арым таза, қол таза, әділ емес бұл жаза. Авторы Алтайбай Қажы Аманжолұлы Жазылбеков.